Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін выпупай пирог түрінде пісіреміз. Бізге ол үшін осындай пергамен қағазымыз керек болады, осындай заттар керек болады. Бізге құралдарымыз осы жердегі сүтті лимонмен екеуіне кефир жасаймыз. Маскарпоне, пуратос, шантипакпен жасамаңыздар, жұмыртқа керек болады. Ұн, разрыхлитель, шекер, сода, какао, осындай заттар керек болады. Ас содасы. Сосын құралдарда миксер керек болады. Кішкентай үлкен қасық. Осы фрекенбоктікін алсаңыз болады, пакнардікін алсаңыз да болады. Пищевой пленкадан долго пайдаланасыздар. Үлкен қасық, кіші, венчик, ұн, пышақ, миска керек болады пісіру үшін. Ал енді пісіріп бастаймыз. Сұйық кетіппін, сұйық май керек еще. Сармай пайдалансаңыз болады, бірақ әбден ертіп алғаныңыз абзал. Ертіп құйған жақсы. Сармайды жасап көргем. Маскарпонның жартысын пайдаланамыз. Осы түрі бортик жасасаңыз да, крем жасасаңыз да өте жақсы. Бұл крем жасау үшін пайдаланамыз. Міне. Шантипагымыз осы пуратосын алсаңыз болады. Пидмо тағы біреуі бар, сол қымбат түрі. Оны алмаңыздар. Осы дұрыс болады менің ойымша. 2 жұмыртқа, ел құсап 6 жұмыртқамен пісірмеймін, мен 2 жұмыртқамен пісірем. Пирогында, тортында осы 2 жұмыртқа бізге жеткілікті болады. Сосын 250 грамм, главное отборный или высший сорт, бірінші сортты болу керек. Жұмыртқаңыз сосын 220 грамм мен 250 граммның арасында секер саласыздар. Менде весы болған жоқ, сондықтан қасықтың көмегіне жүгіндім. Қанша секер салсаңыз ұннан, сондай мөлшерде саласыз міндетті түрде. Сұйық майын құйып жібердім, артынан құйсаңыз да болады. 80 грамм мен 100 граммның арасында, 100 граммда көп болады. Максимум 90 грамм құйған абзал. Енді әбден миксерлеп көтеріп алыңыздар, секері езілгенше. Секер езілмей тұрып істесеңіз келіспейді. Одан кейін жидкылардың ішінде лимон бар. Мен сүтпен лимонды не істедім, квашивать еттім, былайша айтқанда қышқылдандырып. Немесе кефир құйсаңыз болады. 210 грамм құясыз міндетті түрде. Сумен істесеңіз де болады. Маған без разницы, короче. Осылай. Енді әркім вкусы әртүрлі дегендей. Сумен істеген ұнайды негізі. Осы жидкілардың үстіне құямыз. Езілген секер, сұйық май, жұмыртқамыздың үстіне жаңағы сүтімізді құямыз. Оны да тағы миксерлеп аламыз. Әбден көтеріп алыңыздар. Сонда тестіңіз піскен кезде көтеріліп күшті болады. Енді құрғақтармен айналсамыз. Ұнымызды, сосын какаомызды, разрыхлитель содамызды міндетті түрде сүзгімен сүзіп алыңыздар. Бұлардың бәрін мен описание бөлімінде көрсетіп кетемін. Құрғақтарын бөлек істеп аласыздар да, бірден сала берсеңіздер болады, или 3 кезек бөліп салсаңыздар да болады. Сосын мына сұйық массаға ұндарды, сухой масса дейді, сұйық массаға сухой массаны салғаннан кейін қасықпен емес, скребок или ағаш қасықпен былғағаныңыз абзал. Миксерлемеңіздер. Осылай бір бағытта былғайсыздар, 2 бағытта болмасын. Одан кейін осылай пергамен қағазымызға мен 2-ге бөлдім, пирог болғасын. Ал енді неден болса, дөңгелек қылып пісіретін болсаңыздар, осы тесті бірақ 150 граммнан құясыздар. Осыдан кейін кремімізді дайындап атырық. Оған бізге маскарпон қақ ортасын бөлдім. Весімен өлшесеңіздер де болады. Мен уже пісіргеннен осылай істеп жатырмын.
Бірінші творожный сыр маскарпонемізге 100 грамм мен 150 граммның арасында өзіңіз жақсы көретініңізге байланысты сахарный пудрасын салып езіп аласыз. Одан кейін сливкиді құйып көтереміз. Коржын дайындадық. Кеспесеңіз де болады, кессеңіз де болады. Кессеңіз аз сан шығады, кеспесеңіз жиегін кеспей сразу формаға салып кессеңіз корждарды онда піскеннен кейінгісі. Онда 7-7-ден 21 штук шығады. Бір әселпештің формасынан. Тесто жұқа болып кеткен. Весімен істеген, ең дұрысы весімен істеген. Дәл әдемі болып көтеріліп шығады. Осылай кесіп аласыздар, үш бұрыштылап. Жеткізбей кессеңіз де болады, үш бұрышының бас жағын. Бірақ маған осылай кескен ұнайды. Манағы маскарпонмен сахарный пудрамыздың үстіне езіп алғаннан кейін бір келкі массаға келтіргеннен кейін үстіне 500 грамм сливкимізді құямыз. Бір порцияныкі. Осылай құйып, онда миксерлеп аламыз. Миксердің басында болғаннан кейін арасында қарап тұрасыздар. Жерге түспей тұру керек масса, содан кейін тоқтатасыздар. Көп істеп жіберсеңіз, онда сармай қайналып кетеді. Қарап қойыңыздар. Уақытынан артық істеп қоюға да болмайды. Не уже келіскен жоқ. Әлі кремге айналған жоқ. Одан сайын миксерлейміз. Осылай тексеріп қарап, масса уже әбден тұру керек басында крем. Сосын тоқтатасыз да. Айналған жоқ менің. Міне, осылай креміміз бір келкі болып жасалғаннан кейін оны алып холодильникке сала тұрамыз. Кесіп, қиып, реттегеннен кейін орналастыратын ыдысымызды алғаннан кейін пайдаланамыз. Міне осындай кондитерский одноразовый мешок алдым и формочкалардан 8 бұрыштысын алдым. Өздеріңіз көңілдеріңіз қалаған фигураны жасауыңызға болады. Өйстіп жасай бересіз кремді. Фантазияңызға байланысты әрлейсіз, керек ыдысыңызға салып аласыз. Желательно салып алып істеген жақсы. Үйге жасайтын болсаңыз, болсын сататын болсаңыз, сразу ыдысына жасағаныңыз дұрыс. Екінші қатарын қоясыз, оғанда кремін жағасыз, сосын шаймен қойып азғантай
1 сағат қойғаныңыз дұрыс, ең абзалы. Содан кейін шай іше бересіз. Бойына сіңіп тұрса, жеген кезде өте жақсы болады. Осылай міне кремдерін жаққаннан кейін өзінің коржынан немесе шоколадтан пышақтың көмегіне жүгініп ұнтақтап немесе теркадан осылай өткізіп әрлесеңіз болады, өзіңіздің фантазияңа байланысты. Каналыма ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.